Қалайсыздар достар? Бүгін біз соленый огурцы томатный сокпен дайындайтын боламыз. Өте ерекше дәмді болып шығады. Үнемі осы рецептпен дайындаймын. Томатный согының өзін ішсеңіз керемет енді. Ол үшін помидорды жуып тазалап, осындай бөліктерге бөлеміз. Туралған помидорымызды қатты отқа 15-20 минут қайнататын боламыз. Помидорымыз қайнағанша огурцидың екі жағын осылай кесіп тазалап аламын. Перецті де 3-4 бөлікке бөліп, осылай тазалап алу қажет. Қайнап болған помидорымыз осындай күйге енеді. Помидорымыз суығанша огурцы, болгар переці, ашты перец, чеснок, хрен, укроп барлығын жуып шайып тазалап, осылай суға салып қоямын. Енді банкаларымызды жуып, қайнап тұрған чайникке стерилизовать етеміз. Крышкаларды қайнатып алған дұрыс. Жаңағы суыған помидорымыздан согын ажыратып алуымыз керек. Ол үшін мен осындай ситаны пайдаланамыз. Өте ыңғайлы. Алдымен ожаумен құйып, барлық суын сырғып аламыз. Содан соң қолмен жақсылап мұжып, ситаның ішінде қабық пен дән қалғанша мұжатын боламыз. Барлық помидорды ситадан өткізіп болған соң, дайын болған томат согымызға 12-13 ас қасық тұз салып, қайтадан жай отқа қойып, қайнатып аламыз. Согымыз қайнағанша, жаңағы стерилизовать етілген банкаға алдымен хрен, содан соң укроп, 4-5 дана чеснок, лавровый лист, болгар перецін, әрбір банкаға жарты дана ашты перец және бұршақ перецін салып аламыз. Ең соңында жуылып тазаланған огурцымызды тығыздап әр банкаға салып шығамыз. Банканың үстіне қайнап тұрған суды құйып, осылай крышкамен 10-15 минутқа қойып қоямыз. Барлық банкаларға суды құйып болған соң, осындай крышканың көмегімен жаңағы сулардың барлығын төгіп аламыз. Енді әр банкаға 2 штук аспириннен салып шығамын. Ең соңында жаңағы қайнап тұрған томатты согымызды алып, әр банкаға құйып шығамыз. Егер томатный согымыз банкаларыңызға жетпей қалса, онда әр банкаға 2 ас қасық тұз салып, үстінен ыстық су құйып жаба берулеріңізге болады. Мен осындай жапқышты пайдаланамын. Әр банканы 2-3 қайтара айналдырып шығамын. Дайын болған банканы төңкеріп қою қажет. Барлық банканы айналдырып болған соң, банкаларымызды одеялмен орап, тура осылай төңкеріп қойғандарыңыз дұрыс. Сонымен томатты сокпен жабылған соленый огурцымыз дайын. Қысқа таптырмас өнім. Тура осы рецептпен дайындап көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.